Ассалаумағалейкум. Өткен күннің өзекті ақпараттарын Ақшам телеарнасы өздеріңізге ұсынады. Бүгінгі таразы басына тартылатын басты тақырыптар мынадай. Сәтбаев қаласының мектеп оқушылары арасында жас құтқарушы жарысы жалғасуда. Қала аумағында әкімшілік айыппұлдарды уақытылы төлеу қажеттігі туралы жедел алдын алу іс-шаралары жүргізілді. Шынболат Ділдебаев атындағы Кеншілер сарайында майори Девдас би тобынан есеп беру кеші өтті. Қаламызда тәртіп және құқық тақырыбында семинар өтті. Жас құтқарушы осындай атаумен қаламызда мектеп оқушылары арасында жарыс өтуде. Сайыстың алғашқы күнінде қатысушылар төтенше жағдай кезінде судан құтқару шеберліктерін үйренсе, екінші күнде өрт сөндіру және алғашқы көмек қимылдарынан сайысқа түсті. Екі күнге созылған тартысты әрі қызықты дода жайлы әріптесім Диана Абдықылықова тарқатады. Сәтбаев қаласының төтенше жағдайлар бөлімі мен білім бөлімі бірлесіп ұйымдастырған жас құтқарушылар сайысына орта мектеп оқушыларынан құралған барлығы 9 команда қатысты. Жарыс дәстүрлі жеребе тастаудан басталды. Алдымен жас құтқарушылар өз командасын таныстырып, Қазылар алқасы мүшелеріне арнайы дайындалған эмблема мен қабырға газеттері туралы айтып берді. Мы не хотим стоять в стороне, мы за порядок на нашей земле. Әр мектептен жиналған оқушылар өрт орын алған жағдайда зардап шегушіні үйінділер астынан алып шығу бойынша өз қабілеттерін көрсетті. Сайысты ұйымдастырудағы басты мақсат та осы. Оқушыларды төтенше жағдайлар кезінде әрекет ету дағдыларына үйрету және өзгелердің қауіпсіздігіне деген жауапкершілікті арттыру. Жастарды патриоттық тәрбиелеу мақсатында және жастарға төтенше жағдайлардың алдын алу және жоюда өз-өздерінің іс-қимылдарын және басқа да жағдайларда, экстремал жағдайларда өздерін қандай іс-қимылдар қолдану үйрету мақсатында қаланың мектептерінің арасында оқушылардың жарысы өтуде. Бұл сайыста бірнеше түрлері бар төтенше жағдайлардың. Кеше судан құтқару түрі өтті. Бүгін жауынгерлік жас қанат және бірінші дәрігерлік көмек көрсету жөнінде жарыстар өткізіледі. Енді ең бастысы жастардың құлшынысы өте жоғары деңгейде. Сонымен қатар жарысқа қатысушыларға алғашқы медициналық көмек бойынша өз дағдыларын көрсету қажет болды. Ал шараға арнайы шақырылған денсаулық медициналық колледжінің қызметкерлері мен студенттері жас құтқарушылар үшін шеберлік сыныптарын өткізді. Жарыс барысында барлық командалар төтенше жағдай кезіндегі теориялық білімі мен практикалық біліктіліктерін ұштастыра білді. Біз нөмір 25 мектеп командасының мүшелеріміз. Командамыздың аты құтқарушылар. Ұстанымымыз көмекке мұқтаж адамды қандай жағдай болмасын құтқару. Кеше біз судан құтқару бойынша өз дағдыларымызды көрсеттік. Бүгін жарыстың екінші кезеңінде өрт орын алған жағдайда қолданатын қабілеттерімізді көрсетудеміз. Сайысқа қатысқанымызға қуаныштымыз. Барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін. Жарыс қорытындысы бойынша бірінші орынды номер 25 мектептің жас құтқарушылары жеңіп алды. Барлық жүлдегерлерге кубок пен арнайы дипломдар және бағалы сыйлықтар табыс етілді. Диана Абдықылықова, Елдар Әлімжанов, арнайы Ақшам жаңалықтары үшін. Борышкер осындай атаумен қаламызда әкімшілік айыппұлдардың көрсетілген уақытта тиісінше орындалуы туралы жедел алдын алу іс-шаралар жүргізілді. Толығырақ әріптесім Диана Абдықылықова тарқатсын. Әкімшілік құқық бұзушылыққа қатысты шешімдердің орындалуына бақылауды күшейту және салынған айыппұлдарды өндіру мақсатында Сәтбаев қаласында мамыр айының 20 мен 22 аралығында борышкер жедел алдын алу іс-шарасы өтті. Қазір таңда
Қарағанды облысы республика аумағында борышкер атты жедел шара өткізіп жатыр. Бұл шарада сатпай салынған жол ережесі бойынша қоғам тәртібі сақталған бойынша салынған айыппұлдар өндіріледі. Яғни бұл арада барлық салған айыппұлдарға 1 жыл уақыт береді, 50% мүмкіндігімен төлеуге, және де 30 күн болса ескертіледі. Үйлеріне немесе ұялы телефонда SMS келу керек. Және де 40 күн өткеннен кейін сот орындаушыларға қағаз жіберіледі. Сол кезде сот орындаушымен айыппұлды өндіріледі толығымен. Сондай-ақ полиция аға лейтенанты Сәтпаев қаласы ішкі істер бөлімімен ағымдағы жылдың басынан бастап салынған және өндіріп алынған айыппұл мөлшерінің көрсеткіштерімен бөлісті. Сәтпаев қаласының салынған барлық айыппұлдың сумасы 18 миллион 652 мың, оның ішінде өндірілгені 13 миллион 822 мың теңге өндірілген. Осы 2 күнде бүкіл барлық айыппұл иелеріне SMS жіберіліп, және де үйлеріне хабарлама жіберген болатын. Сәтпаев қаласы полиция бөлімінің әкімшілік полиция бөлімшесі барлық өтелмеген айыппұлы бар борышкерлерді Қазақстан Республикасы заңнамасы шегінде көрсетілген мерзімде айыппұлдарын төлеуге шақырады. Төленген түбіртекті Сәтпаев қаласы полиция бөлімінің әкімшілік полиция бөлімшесіне өткізу керек. Диана Абдықалықова, Біржан Сағындық, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Майюри Девдас би тобына биыл 20 жыл. Осыған орай Шымбұла Ділдебаев атындағы Кеншілер сарайында есеп беру концерті өтті. Оған Майюри Девдас бүгінгі күнге дейінгі өнер көрсеткен бишілері қатысты. Бұл кешке арнамыздың тілшілері куә болып қайтқан болатын. Осы демалыста Кеншілер сарайында Майюри Девдас би тобының 20 жылдық мерейтойы қарсаңында концерт өтті. Бақыт Уәлиеваның жетекшілігімен бұл топ ұзақ жылдардан бері көрермендерді жарқын, динамикалық биімен тамсандырып келеді. Бүгінгі күнде бұл жай ғана би тобы емес, бірлік жарасқан бір отбасыға айналды. Майюри Девдас би ансамблі кішкентай ұл-қыздарды үлкен сахналарға шығарып, бүгінде кәсіби бишілерге айналды. Майюри Девдас би тобы бірнеше жылдар бойы түрлі жарыстарға қатысып, биіктерден көрінуде. Бүгін Майюри Девдас би тобының мерейтойы. Бүгін 20 жылдық. 20 жыл бұрын осы Майюри Девдас деп қойдым. Ол Майюри Девдас қойғаны, Майюри деген ол бақыт құс қой, бақыт құс. Девдас деген ол жарық нұр. Яғни сол үшін мен сол үнді киноларын өте қатты жақсы көрдім. Осы Байконурда, осы ДК кезде Байконур дейтін еді, бірінші қатарға келіп отырып, жаңағы әр биін, әр қимылын армандайтын тұғым. Бұл кешке келген қонақтардың қарасы қалың болды. Майюрилықтар көрермендерді үнді әлеммен таныстырып, билерін шебер орындай білді. Келген көрермендер әдемі кештің куәсі болып, риза болып тарқасты. Шолпан Амантай, Асан Әміров, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Тәртіп және құқық тақырыбында кеше балалар мен жасөспірімдер кітапханасында кездесу өтті. Жиынға номер 1 гимназия мектебінің оқушылары мен кәмелетке толмаған жасөспірімдер істер жөніндегі инспектор арнайы қатысты. Мұндай профилактикалық жұмыстар педагогтар мен полиция қызметкерлер жұмысының бір бөлігі болып табылады. Кездесуді өткізудегі басты мақсат оқушыларды қажетті ережелермен таныстыру ғана емес, олардың іс-әрекеттерін соны неге апаратындығын болжауға үйрету. Семинар барысында Қазақстан Республикасының заңдары айтылып, әрбір азамат өз құқығын білу қажеті аталып өтті. Ұялы телефонын немесе ручка дейді, қаламсабын немесе ұялы телефонын қасында біреу көрсетпей жасырын түрде алса, ол ұрлық болып есептеледі. Дұрыс айтып отыр, дұрыс айтыңыз, ол ұрлық болып есептеледі. Ол бірақ қылмысқа жатады, жасырын түрде алған. Ал егерде ашық түрде қолынан алып қойса, ол тонауға жатады. Қарақшылық деген бар. 192 бар. Ол қарақшылық дегеніміз, ол шабуыл жасап тартып алу деген сөз. Бопсалау деген бар. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 194 бабы бойынша. Қорқыту, бопсалау, қорқыту алу. Орысша бумагатство дейді. Ақша сұрау, қорқыту, затын алып тұру, ол жаңағы затын алу, ақша сұрап қорқытып ақша алу.
бұл қорқыту бопсалау. Семинарға қатысқан оқушылар көкейдегі сұрақтарын еркін қойып, маңызды сауалдарына жауап алды. Нөмір 1 гимназия мектебінің оқушысы Аружан мұндай семинардың өту маңыздылығының зор екенін атап өтті. Бүгін балалар және жасөспірімдер кітапханасында тәртіп және құқық тақырыбында кездесу өтті. Біз өзіміздің құқықтық сауаттылығымызды арттырдық деп ойлаймын. Полиция қызметкері де біздің сұрағымызға жауап берді. Осындай кездесулер көп болсын, себебі әр адам өз құқығын білу керек. Кітапханашылар оқушыларға қызықты бағдарламалар дайындады. Арнайы әлеуметтік видеоролик арқылы жасөспірімдер өз құқығын біліп, оны ұстана білу қажетін түсіндірді. Сондай-ақ кездесу барысында балаларға арнайы тапсырма берілді. Ұйымдастырушылар өз құқығын білген бала сауатты әрі білімді болып өсері сөзсіз дейді. Игі шара алдағы уақытта өз жалғасын таппақ. Шолпан Амантай, Елдар Әлімжанов, арнайы ақшам жаңалықтары үшін. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Алда ауа райы болжамы және орыс тілдегі жаңалықтар. Аман сау болыңыздар.